Ақбауыр тарихи археологиялық кешені қола дәуірінің ескерткіші. Археологиялық кешендегі үңгірлердің қабырғасында қызыл күрең оқырамен салынған суреттер бар. Туристер сол заманда салынған қос дөңгелекті арба, өгіз, тау дегеннің суреттерін тамашалап, тасқа салынған таңба, петроглифтердің қандай мағына білдіретінін зерттей алады. Қатон-Қарағай ұлттық саябағы Алтайдың Тарбағатай, Сарымсақты, Листвяга тау жоталарын қамтиды. Келген туристердің саябақ мұражайында қорғауға алынған таутеке, қар барысымен танысып, түрлі жәндіктер класының таралу ареалын, маусымдық миграциясын анықтауға мүмкіндік бар. Берел қорымы сақ дәуірінен сақталған тарихи ескерткіш. Оны 1865 жылы алғаш рет Вильгельм Радлов зерттеп, осы аумақтағы ең алып нысан үлкен Берел қорымын ашқан болатын. Мыңжылдықтар тарихын арқалаған Берел қорымы Қазақстанның жалпы ұлттық киелі орындары қатарына енген қасиетті мекенге айналды. Есімі осы қорыммен қатар аталатын зерттеуші Зейнолла Самашев 1998 жылы қазба жұмыстарының нәтижесінде патшалық оба кезеңін зерттеу барысында 11-ші обадан алтынмен қапталған 13 тұлпар мен сол заманның көсемі болған Бекзада және оның әйелінің сүйегін тапты. Бүгінгі таңда Берел қорымы аспан астындағы мұражайға айналды. Келген туристер археологиялық қазба жұмыстарына қатысып, сақ заманы тарихына көз жүгіртеді. Қазақстанның киелі жерлері жобасына енген нысандардың бірі Жидебайда орналасқан Абай шәкәрім кесене кешені Семей қаласынан 185 шақырым жерде орналасқан. Абай мұрасы біздің ұлтымыз ғана емес, бүкіл дүние руханиятына, адамзаттың ақыл ойына қосылған үлкен үлес. Қазақ қоғамы мен ғылымы үшін Абайдың рухани мұрасының маңызы күн өткен сайын арта түсуде. Осы себепті де ақынның Жидебайдағы ата қонысын тамашалауға әр елден келетін туристер легі толастар емес. Теңіз деңгейінен 1750 метр биіктіктерін орналасқан Алтайдың шипалы жылы су көздерінің бірі Рахман қайнары. Рахман қайнары суының құрамында көмірқышқыл газы, радонның мөлшері біршама көп. Рахман қайнарына келген туристер суға шомылып, судың химиялық құрамын зерттей алады. Мәрмәр суынан Аққұм шөлі және Зайсан ойпатын көруге болады. Шөлді аймақтан соғатын құрғақ желдің Алтайдың қылқан жапырақты ормандарына қалай әсер ететінін зерттеу туристер үшін қызықты. Зайсан ойпатының керіштері шөгінді жыныстардан пайда болған. Миллиондаған жылдар бойы теңіз түбінде жатқандықтан, оларды әртүрлі химиялық құрамдағы қатпарлар қабаттаса берген. Керіштерге келген туристерге топырақтың механикалық құрамын, папоротниктердің тасқа түскен бедерлерін зерттеп, кезінде осы өлкеде таралған алып тасбақалар мен жыландардың қаңқаларын іздестіру жұмыстарын ұйымдастыруға болады. Шілікті даласында сақтардың 100-ден астам ескерткіштер табылған. Солардың бірі Бәйгетөбе. Бәйгетөбе обасында сақ жұртының алғашқы патшаларының бірі жерленген. Туристер обалардан табылған құнды жәдігерлер арқылы сақ мәдениетінің тарихын зерттей алады. Өскемен қаласында үлбі металлургия зауытының негізінде салынған Қазақстанның теңге сарайы төл валютамыздың ұстаханасы.
елдіктің басты белгісі төл валюта десек, сол валютамыздың негізгі нышандары Қазақстан теңге сарайында дайындалады. Бұл кәсіпорын тәуелсіздігіміздің қазақ халқына сыйлаған ең алғашқы, ең құнды тартуларының бірі десек те болады. Кәсіпорынның екі міндеті бар. Біріншісі, ұлттық банкті валюта тиындарымен қамтамасыз ету болса, екіншісі, мемлекеттік сыйлық ордендері мен медальдарын дайындау. Назарбаев зияткерлік мектептерінің кезекті іс-шарасы, туған елге тағзым жобасы тағылымға толы игі іс. Бұл жоба аясында өз жеріне, еліне деген ыстық ықылас, ыстық сезім жас ұрпақтың жүректерінде жол табуда. Қазақтың елі де, жері де байтақ. Туған топырағымызда тарихта өшпес, із қалдырған талай ескерткіштер сақталған. Ал оларды зерделеу және қорғау, қаймағы бұзылмаған қалпы келер ұрпаққа аманат ету, жүрегі елім, жерім деп соққан әрбір азаматтың міндеті.